Кәкімбек Салықов 1932 жылы 22 қаңтарда солтүстік Қазақстан облысы Шалақын ауданы Еңбек ауылында туған. 1955 жылы Мәскеудің түсті металлургия және алтын институтын бітірген. Одан кейінгі жылдары Жезқазған кенішінде кен мастері, участка бастығы, Сәтбаев атындағы кен металлургия комбинаты парткомының хатшысы, Жезқазған облыстық партия комитетінің екінші хатшысы қызметін атқарады. Ал 1975 жылы орталық комитетінің аппаратында инспектор болып қызмет істейді. Одан кейін Кеңестер одағы жоғарғы кеңесінің экология комитетінің төрағасы, жоғарғы кеңестің президиум мүшесі қызметтерінде болды. Жылжымайды мұңаяды, ол неге тұнжырайды, сыңсып салған әніне тебірені қамыс басы Алланың бергені шығар айтады ғой, Алла маңдайынан сипады деп, басынан сипады, маңдайынан сүйді деп сол. Өзімді ойле, маңдайынан басынан сипап, маңдайынан сүйген шығар Алла. Ана сүтімен келген дарын. Нұрғисаның саржайлауы, Әсеттің армандастары, Ескендірдің әдемауымен қатар Кәкімбектің жезгиек, аңсау, бір ауыз сөз, ұларым сынды әндері ұлттық музыка мәдениетіне жаңа бір серпін берді десек артық айтпаспыз. Ел аузында жүрген бұл туындылардың кейбіреуі осы күнге дейін халық әні деп аталады. Мен қазақ радиосын музыка редакциясын басқарған адаммын. Сонда жаңағы бір ауыз сөзді халық сұрайды. Шәміл Әбілтаев десем, ана өзім басқарып отырмын ғой. Өзімді өзім сыздым. О кезде Кәкен Қарақалпақстанның бірінші хатшысы, Өзбекстан ЦК-сының член бюросы, Мәскеудің ЦК КПС-тің пленум мүшесі. Сондай үлкен биік лауазымда отырды. Енді Кәкімбекті де көрсетуге болмайды. Сондықтан ана ән халықтық ән болып кетті. Поэзия ордасына ән қақпасы арқылы кірген сал жігіт атанған Кәкеңнің өлеңдері оның өмірге деген құштарлығы мен сарқылмайтын сағынышынан туындаған.